Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, мен атым Батырхан, және біз бүгін математиканың прогрессиялар атты тақырыбын өтетін боламыз. Бізде прогрессияның жалпы екі түрі бар. Прогрессия сөзі негізі прогресс деген сөзді білдіреді. Және бұл прогресс, яғни өсу, нақты өзгеріс, өзгерісі. Және бұл жақта бізде прогрессия екіге бөлінеді. Ол арифметикалық, типтес қойын, және келесі ол геометриялық ион. Және бізде нақты сандар қатарында арифметикалық және геометриялық болып бөлінеді. Яғни арифметикалықта арифметика, яғни плюс және минус болады, ал геометриялықта көбейту және бөлу. Әрі қарай арифметикалықты талдап кетейік. Бізде мысалы 1, 3, 5, 7 және әрі қарай сандарға кете беретін болса, бізде бұл арифметикалық прогрессия болады. Себебі бізде бұл жақта плюс 2 және плюс 2 әрі қарай кете береді. Және сонымен бізде әрі қарай кете беріп, бізде олардың айырмасын тауып ала аламыз. Ол бізде арифметикалық прогрессияда d әріппен белгіленеді. Және d бізде яғни an минус an минус 1. an деген бізде n-шы арифметикалық прогрессиядағы n-шы сан. Бізде a1 бізде 1 болады. Себебі бізде арифметикалық прогрессияның бірінші саны, біріншісі яғни ол 1 болып тұр, және a2 бізде 3-ке тең. Және біз табу үшін d тең болады 3 минус 1. Яғни сол a2 минус a1 ғой, короче. Сонымен бізде 2 шығады, өйткені 3 минус 1 ол 2-ке тең. Және сонымен бізде 2-ке тең болды. Және біз нақты бір формулалар арқылы болашақта қандай сандар шығатынын таба аламыз. Мысалы бізде формула бар, an тең болады a1 қосылған n минус 1. Әрі қарай осыны мысалмен кетерейік. Сонымен бізде мысалы есеп берілгенде бізде a11 табу керек дейік. Және бізде 11 санды жазғанша оны бірден былай тауып ала салған абзал, тезірек және былай айтқанда пайдалырақ. Және біз a1-ды аламыз, a1 бізде 1-ге тең қосылған 11 минус 1, n деген осы 11 саны, және осыды көбейтеміз, біздің табылдық, бізде 2-ке тең болды. Және біз ары қарай 1 қосылған 11 минус 1, 10 көбейтілген 2. Және бізде әрі қарай мұны решить деп көрейік, 21 шығады деген. Және бізде сонымен қатар кейбір кездерде олардың қосындысын табу керек болады. Ол бізде sn тең болады 1 қосылған an бөлінген 2 көбейтілген n-ге тең болады. Қосындысы демекші бізде қосындысы дегенде бізге алғашқы арифметикалық прогрессияның алғашқы бір 6 мүшесінің қосындысын табу керек. Және біз 6-ын жазып, оның әрқайсысын бір-біріне қосып отқанша біз S6 деп жаза саламыз, осы формуланы саламыз. Және бізде A1 қосылған an-ды тауып алайық. an тең болады 1 қосылған A6 тең болады 1 қосылған 6 минус 1 көбейтілген 2. Бізде шығады 1 қосылған 11. Сонда бізде 11 шығады. Және бізде сол 11-ді алып, мұн жаққа қосып жібереміз да, бөлеміз 2-ке, және көбейтеміз 6-ға. Мұн жақта 6 мен 2 қысқарады, 3 қалады, және бізде 12 көбейтілген 3 тең болады 36. Және бізде сонымен алғашқы 6 сан қосындысы 36-ға тең болады. Және әрі қарай геометриялықты өтейік. Геометриялық прогрессия. Бізде дәл сондай сан қатары нақты бір санға өсіп жатады. Бірақ та дегенмен, олай қойып өте болады. Нақты бір санға көбейтіліп тұрады, немесе бөлініп тұрады. Мысалы бізде бірден бастап 1, 4, 16, 64,
ары қарай кете бересіз. Және біз мына жақта дәл арифметикалық прогрессия сияқты ары қарай табатын, сандарды табатын бір формула бар. Пи n тең болады. Пи бір көбейтілген q-дің n-1 дәрежесі. Q дегеніміз олардың айырмашылығы. Q-ді табу үшін біз b-n-ді b-n-1-ге бөлеміз. Және солай бізде b2-ні b1-ге бөліп жіберейік. Солай бізде 4 шығады. Сонда бізде Q 4 тең. Және біз, допустим, b4 дейін біз тауып алдық, және b5 тауып алдық. b5 тең болады b1 1 көбейтілген 4-тің 4 дәрежесі. 4-тің 4 дәрежесі бізде 16 көбейту 16 256 ма? 256-ға тең болады. Және осымен біздің сабақ аяқталды. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.